Армысыз қадірлі көрермен, эфирде Қылышсыз майдан бағдарламасы. Бүгінгі әлемде қауіпсіздік мәселесі бұрынғыдай тек қару-жарақпен немесе әскери күшпен ғана өлшенбейтін болды. Күн тәртібіне ақпараттық қауіпсіздік, ақпараттық соғыс деген ұғымдар шыға бастады. Бұл мәселе әсіресе дін саласында өзекті. Бүгінгі хабарымызда осы жаңа заманның технологияларын пайдалана отырып, өз идеологиясын таратып жатқан түрлі жат ағымдарды танып білу, олармен күресу және сақтану тақырыбында әңгіме өрбітеміз. Студиямыздың бүгінгі қонағы белгілі дінтанушы, республикалық ақпараттық түсіндіру тобының мүшесі, гуманитарлық ғылымдар магистрі Шоманов Болат Шаймолданұлы. Студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгін арнайы уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Болат мырза, енді сіз осы Қылышсыз майдан бағдарламасының өткен маусымында да қонақ болдыңыз. Ол кезде жалпы мына экстремизм, терроризм деген ұғымдарға анықтама беріп, кеңінен түсіндіріп өткенсіз. Бүгінде осы тақырыпты жалғастырсақ, тек енді мынау жаңа заманға сай бүгінгі мына экстремизмнің дамуы қалай болып жатыр. Яғни бүгінгі мына жаңа технологиялардың мүмкіндіктерін пайдаланып, қандай жаңағы деңгейде дамып келе жатыр, бізге қандай қаупі бар деген мәселеден бастасақ. Әрине, өте орынды сұрақ, өйткені кез келген адамзатқа қауіп ол бір көріністе ғана тұра бермейтін шындық. Бүгін ол бір ұсақ-түйек мәселе болып көрінсе, ертең ол бір өзекті, тегеурінді мәселе болып көрінуі әбден мүмкін. Сондықтан да ол күйін өзгертіп тұруы ол табиғи заңдылық деп айтсақ болады. Бірақ бүгін өкінішке орай деп айтамыз ба, мынау техниканың, технологияның дамуында біздің қарсыластарымыз, біздің қоғамға теріс көзқарастағы адамдар осы техниканың жетістіктерінде өз игіліктері үшін пайдаланып жатыр. Яғни олардың түпкі мақсаты негізі жалпы дінде болсын, ұлтаралық наразылықта болсын, немесе саяси экстремизмде болсын, бізге осы бағытты ұстанатын адамдардың түпкілікті мақсаты ол зайырлы мемлекеттің конституциялық құрылымын бұзу болатын болса, осы мақсатта олар бүгінгі техниканың түрлі жетілген түрлерін пайдаланып бағуда. Яғни бұл бірінші кезекте бәріміз көпшілігіміз қоғамдағы адамдар, яғни бесіктегі баладан ақсақалдарымызға, әжелерімізге қолданып жүрген бұл интернет желілері. Яғни түрлі мессенджерлер осыған оларға өте бір қолайлы жағдай тудырып отыр. Яғни бүгінгі күні олармен күресте, олардың алдын алуда осы жағында бір реттеп қою бір үлкен мәселе болып отыр қоғам алдындағы. Бірақ бәрімізге белгілі, қандай да бір жағымды нәрсенің шектен тыс қолданылуы ол адам ағзасына немесе қоғамға зиян әкелетін белгілі. Мысалы, спорттың өзін алсақ та, спорт белгілі бір жағдайда ол адамның ағзасын тәрбиелеуге, қандай да бір ауру сырқаудан алдын алуға үлкен пайдасын тигізетін болса, ол ары қарай бір профессионал дейміз бе, кәсіби деңгейге жеткенде ол өзінің зияндарын бере бастайды. Кез келген спорттың түрі, штангыны алайық, тіпті басқа жекпе-жек түрлерін алайық, олар сол кәсіби деңгейге жеткенде мысалы өзінің зиянын тигізіп жатады. Мысалы, оған бокстың бір үлкен шебері, мысалы Мұхаммед Алиді мысалы келтіруге болады. Ол өмірінің соңы немен аяқтады дейді. Дәл сол сияқты бүгінгі күні технологияны шебер қолданған, оны жетік білу қазақ қоғамы үшін, Қазақстан қоғамы үшін өте бір үлкен жетістіктердің бірі, бірақ оны біз қай жақта қолданып жатырмыз, ол да бір үлкен сұрақ. Сондықтан да біз оны, яғни қазақ айтқанда бояушы дегенге сақалын бояйды деп, оның бәрін біз өзімізге қажетті тұста да, қажетті емес тұста да қолдана беретін болсақ, одан біздің залалда, пайдадан гөрі залалда көп екендігін ескеруіміз керек. Оны енді көбінесе бұл желілерді, бұл мессенджерлерді қолданатын жасөспірімдер болатын болса, олардың қолдану мүмкіндіктеріне меже қойылатын оның ата-анасы ма, бұл ата-ананың бақылауында ерекше көңілге алынатын мәселе болу керек. Ал жалпы енді ересектерде де кездесіп жатады. Сондықтан да бұл бірден бір тыйыла қоятын нәрсе құбылыс емес, өйткені өздеріңіз білесіздер, тіпті әннің өзіне келгенде қазақтың өзі айтады, әннің естісі де бар, ессізі бар деп. Дәл сол сияқты ақпараттың да естісін, ессізі де бар екендігін білуіміз керек. Енді ол әр адамның санасының қабылдауына байланысты мәселе. Бірақ бұл технология дамыған сайын оның да қаупі күн санап арта отыратындығын бір дәлелі, және оны тежеу бола алатындай бүгін қандай да бір нақты тетіктер табыла қойған жоқ, өкінішке орай. Енді естісін жаңағы саралап отыру, талдап отыру, ол енді
әр адамға жаңа өзіңіз айтқан отбасына байланысты. Енді тежеуге байланысты жалпы бүгін мемлекет белгілі бір осыған жауапты органдар қауқарлы ма осының алдын алуға? Әлде ол бір сайтты жабады, екіншісі ашылады, біреуін бұғаттаса тағы біреу жаңадан жобалар ашылып жата ма деген сияқты? Өте орынды айттыңыз, бірақ бұл енді өзіңіз де жаңа айтқандай мүмкін емес құбылыстардың бірі болып тұр. Жаңа техниканың соншалықты дамығаны, технологияның да ақпараттық құралдардың да дамығаны соншалықты біреуін бұғаттасақ екіншінің ашылмайтындығына ешқандай кепілдік жоқ. Яғни баяғыдағы естеріңізде болса, кеңес үкіметінің құрамында жүрген Ульяновтар отбасы да осыны айтқан еді. Есіңізде болса, бір патшаны өлтіргенмен екінші патша қайтадан орнына келмейтініне кепілдік жоқ. Сондықтан да біз оны тек қана патшаларды атып өлтірумен ғана емес, тек жаппай революция арқылы бұл қоғамды өзгерте аламыз деп бір ұсыныс жасаған еді. Дәл осы сияқты бүгін біз яғни белгілі бір сайттарды жабу арқылы олардың түбіне жетіп, оларды жоқ қыламыз деген пікірден аулақ болуымыз керек. Өйткені ол физикалық күш қолдану арқылы ешқашан адамзат бір белгілі бір межеге жеткен емес. Тек ақыл қосылғанда ғана. Енді ақылды қосқанда бұл жерде біз нені ұсына аламыз? Яғни біз осы кезге дейін біздің билік басындағылар, біздің саясаттың бағдарын ұстап жүрген азаматтар, біз рухани жаңғыру немесе қайта құру, қайта өрлеу деген бір қатар бағдарламалар, жобаларды алға ұсынған еді халыққа. Сол жобалардың түп негізі ұлттық тәрбиені, ұлттық руханиятты қайта қайтару негіз болатын еді. Егер біз сол руханиятты қайта қайтара алатын болсақ, бұл сайттардың, яғни жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақтар сияқты көбейіп жатқан сайттардың алдын алуға үлкен тежеу болатын еді. Өйткені әр адам мына жерде бүгінгі күні біз осы Талдықорған қаласында ақпарат түсіну тобының мүшелерімен семинар жүргізіп отырмыз. Сонда да біз түпкі мақсатымыз не дегенде қоғамда экстремизм мен терроризмге қарсы иммунитет қалыптастыру деп отырмыз. Яғни біз егер соған қарсы иммунитет қалыптастырылған қоғам қалыптастырылатын болсақ, құралатын болсақ, онда оның қажеттілігі бүгінгідей біздің тілмен айтқанда рейтингісі жаңағыдай сайттардың өзінен өзі жоғалады да, оған деген қажеттілік те сұраныс та болмай қалады. Өкінішке орай бүгін сұраныстың, яғни діни сауатсыздық дейміз бе, дін тұрғысынан ақпараттың аз болуы себепті бүгін аш көзденген қоғам мүшелері дінге қатысты мәселе болса бәрі құлақ түре қалатын жағдайда тұр. Сондықтан да осыны пайдаланып түрлі сайттар өздерінше бір ақпараттар беріп үлгеріп қалып жатыр. Ал егер осының бәрі рухани тәрбиенің негізінде отбасында тіпті делік қолға алынып, ол мәселелер алдын ала шешіліп қоятын болса, демек ол адамдардың бойында ол ақпараттарға қарсы иммунитет қалыптасып қойылған болса, ол сайттардың өзінен өзі жоғалып кетуіне үлкен септігін тигізеді. Сондықтан да біз бүгінгі күні технология арқылы күресуден гөрі саналы түрде күресуді алға қойып, яғни тәрбие, руханиятты түзеу мәселелерін алға қойғанымыз ұтымдырақ болар еді. Сұраныс болмаса, яғни олар өздігінен жоғалып кетеді дейсіз. Жоғалмаса да енді ол әлсірейді. Әлсірейді және қажетсіз болып қалады. Енді өзіңіз жаңа айттыңыз ғой, діни сауатсыздық деп. Бәлкім кейбір адамдар сол діни сауатсыздықтан да сондай бір жат ағымдардың жетегіне түсіп кететін шығар, иә. Десе де сол ұйымдардың ішінде білім алған, жақсы оқыған да азаматтар бар екен дейді. Мұның себебі не деп ойлайсыз? Енді бұны кішкене тереңдеп алатын болсақ, жалпы біз қазақ қоғамы, бүгінгі қоғам діни сауаттылық дегеннің өзін қалай түсінеміз? Бұл жағын қарастырған күннің өзінде өзі екі ұшты ой туады. Біріншісі, бағзы бір адамдар, қоғамдағы кейбір адамдар діни сауаттылықты, енді ислам діні тұрғысынан қарағанда әліпбиді танитын, яғни намазда, басқа да ғибадаттарда қолданысқа қажетті сүрелерді жатқа білуді діни сауаттылық деп қана шешетін адамдар бар. Яғни Фатиха деген, сол сияқты басқа да сүрелерді жатқа білу. Бірақ біз бір жағынан зайырлы қоғамда өмір сүріп отқанымызды ұмытпауымыз керек. Яғни зайырлы қоғамның позициясынан қарағанда діни сауаттылық, яғни Құрандағы бір қатар аяттарды жаттағанмен шектелмейді. Шын мәнінде зайырлы қоғамда саналы азамат үшін зайырлы қоғамда өмір сүріп жатқан діни сауаттылық деген сөз, яғни діндегі ақ пен қараны ажырату мүмкіндігін қалыптастыру. Яғни адамның бойында сол діндегі ақ пен қараны, яғни жақсы мен жаманды, оң мен терісті ажырату мүмкіндігін қалыптастыратындай жағдай жасай алатын болсақ, онда біз ол адамда діни сауаттың бар екендігін көрсетеміз. Ал енді діни сауаттылықтың деңгейі
ол біздің көзімізше жаңа сіз өзіңіз айтқандай оның айналасында жүргенде терең білімді адамдар ғой деген ой туындап қалуы мүмкін. Бірақ қазақта екінші бір ой бар. Адамдардың екі көзі бар екен. Көкірек көзі деген. Мынау кәдімгі өзіміз білім алып кітап оқып жүрген көзбен қатар көкірек көзі. Сондықтан қазақ бабаларымыз айтады, көзі ашық болса да көкірегі соқыр адамдардан сақтасын деп. Өкінішке орай бүгінгі күні ел тыныштығын бұзуға әрекет жасап жүрген түрлі экстремистік идеологияны таратып жүрген азаматтар, олар көзі ашық болса да өкінішке орай көкірегі соқыр азаматтардан тоқтап тұр. Сондықтан да біз жаңағы бағана айтқан нәрсені қайтадан қайталайтын болсақ, рухани дүниесін оятып, қазақи болмысты немесе қазақ қоғамына тән руханиятты өз деңгейінде қайта қалпына келтірілетін болсақ, бұндай дерттерден біз толығымен айыға аламыз. Жалпы осы жат ағымның жетегіне түсіп кететіндердің арасында қаншалықты жастар бар? Жастарға қаншалықты ықпал етіп жатыр осы идеология? Өте орынды сұрақ. Яғни біз қандай да бір қоғам алдында қауіп бар болатын болса, әдетте жастарды кінәлайтын бір әдетіміз бар. Бұзықтыққа барса да, наркоманияға барса да, кім кінәлі, жастар кінәлі деп жатамыз. Енді біздің жағдайда да діни экстремизм, терроризм, жалпы экстремизм, терроризм идеологиясына бейім топтардың ішінде тағы да жастар бар. Неге олай деп баса ұртудың қажеті жоқ? Өйткені жастар деген өзі қоғамдағы икемге оңай келетін қоғамның бір бөлшегі. Біз олардан, мынау былай айтқанда саз дейміз, пластилиннің қазақшасы бар. Яғни ермек саз дейді. Ермек саз сияқты кім қалай одан жасады, нені жасады, ол сондай қызмет атқарады. Яғни қазақта осыған қатысты бір сөз бар, яғни келіннің бетін кім ашса, сол ыстық болып тұрады. Яғни егер ол баланың, ол жастың бойында дінге деген қызығушылық оянған кезде дін жайында ақпаратты кім бірінші болып беретін болса, соныкі рас болып тұрады, соныкі дұрыс болып тұрады. Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, республикалық ақпараттық түсіндіру тобының мүшесі ретінде біраз өңірлерді аралағанда, бір өңірлерде енді біз атын атып түстемей қойық, бір этникалық топ бар, сол жерде өмір сүретін. Олардың көпшілік бөлігі теріс діни бағытта азаматтар екен. Енді олар өз балаларын кішкентайынан сол біз теріс радикалды деген діни бағыттарға бойынша тәрбиелейді екен де. Енді ол өсіп келеткен өскелең ұрпақ олардікін дұрыс деп тұр. Сол теріс бағытта дұрыс екен деп тұр да. Мысалы бізге сіздің қолыңыздағы ұстап тұрған қағаз, мысалы бізге ата-анамыз ақ деп үйретті де, біз қазір енді бүгінгі күні қалаша қара десе де оны біз ақ деп айтамыз, өйткені бізді солай үйретті. Ендеше ана жасөспірім балаларға да өзінің ата-анасы мынау дінің сенің дұп-дұрыс ең тура жол деп түсінетін болса, біздің айтып тұрған кәдімгі Қазақстан мұсылмандарына тән сүнниттік бағыттың ханафилік мәзхабы дұрыс дейтін болса, оны айтады, сен адасқансың дейді. Өйткені менің әкем, менің ата-анам мынаны дұрыс деп көрсеткен деп. Осындай да шатасулар бар. Ендеше біз бұлармен күресуде тағы да айтамын, қандай да бір әдісті ойлап табудың керегі жоқ. Немесе орыстар айтады, оны не надо велосипед придумывать деп, дәл сол сияқты ойлап табудың керегі жоқ. Біз бәз қалпындағы бұрынғы қазақ қоғамындағы руханиятты қалпына келтіретін болсақ, бұл мәселелердің бәрі шешілмейтіндігіне ешқандай күмән жоқ. Енді осы жерде жастар демекші, қазір мына енді осы әлеуметтік желілер жайлы айтып жатырмыз. Әлеуметтік желіде мынау таяу шығыстағы болып жатқан қақтығыстар ең көп талқыланып жатыр. Видеоларын жүктеп жатыр, сол арқылы біреулер қаралым жинап жатыр деген сияқты. Ал дәл сол жерде мысалы сол қоғамдағы әртүрлі адамдар, соның ішінде жастар да бар, жаңағы пікір жазып, бір саяси сауаты болмаса да әртүрлі жаңағы ойын білдіріп, бір-бірімен жаңағы сөз саластырып жатқандар бар. Осы тұста енді осындай саяси бір қақтығыстарды, қарулы қақтығыстарды пайдаланып, өз идеологиясын бір таратудың бір жолдары бар ма, жалпы осындай соғыс пайдаланып? Әрине, өздеріңіз білесіздер, тіпті алысқа бармайық. Біздің қоғамда бір қайғылы жағдайлар, мынау ковид кезеңі болды, сол кезде көп адамдар өзінің дәрменсіздігін танытты. Тіпті дүкенге барып, күнделікті тағамын алуға да қорғанатын азаматтар, яғни жас ерекшелігіне байланысты қарттарымыз да болды. Енді осы кезде кейбір ортамыздағы экстремистік топтар, радикалды топтар өз пайдасына шешіп кетті. Олар осы кезде үлкен қайырымдылықпен айналысты да. Содан қоғамдағы көпшілік адамдарды назарын өздеріне қаратып алды. Яғни кей кездерде тіпті мемлекет жасамаған нәрселер біздер жасап жатырмыз ғой деген ұпаймен сондай өздеріне жалған абырой жинап, осы арқылы халықтың назарын өздеріне қарата алды. Ендеше қазақ тегін айтпайды, жаңа қазан не дейді, біреудің бардың малын шашады,
жоқтың артына шап дейді. Дәл осы сияқты бүгінгі бір елде болып жатқан қайғы біреулер үшін өз пайдаларына жұмыс істеп жатыр. Оны өз пайдаларына жүзеге асырып жатыр да, ал біреулердің қабырғасын қайыстырып жатыр. Біздің қоғамға дәл қандай әсер етіп жатыр дейтін болсақ, мысалы, бір қатар топтар бар, түбінде мұсылмандар кәпірлерді қырады. Түбінде мұсылмандар кімнің кім екендігін көрсетеді деп ұлтаралық саяси наразылықтарды тудырып жатыр. Көрдіңдер ме? Иран қандай мемлекет еді? Бүгін бәрін билеп төстеп бәрін оқ атып жатыр деген жаңсақ пікірлер айтады. Бірақ оның екінші жағынан қарау деген біздің қоғамның көп азаматтарында бәсең тартып отыр. Неге? Өйткені бізде ондай дүниетаным, ондай менталдылық қалыптасып үлгермедік. Өйткені біз көпшілік қай қырынан қарап тұрса, сол қырынан қарау үрдіс болып қалды да. Шын мәнінде әр жағдайдың екі ұшы, таяқтың екі ұшы бар сияқты. Екінші жағынан алып қарағанда, мүмкін мән жайдың шынтуайтын түсінермеді. Өкінішке орай, ондай адамдардың қоғамда былай айтқанда сараңдау кездесетін себепті кейбір экстремистік немесе радикалды бағыттар осы жағдайдың өздеріне оңтайлы жағынан пайдаланып кетіп жатқаны өкінішті. Жаңа бірнеше сипаттамасын айтты, қандай адамдар бұл топқа мысалы кіріп кетуі мүмкін деген сияқты. Біздің енді мына қазақтың жалпы бір мінезіне байланысты, қоғамдық бір түсінігіне байланысты бір әлсіз тұстары бар ма? Мысалы олар бір әлсіз тұстарды пайдаланады ғой, немесе адамның бір эмоциясын пайдаланады, бір дәстүрге байланысты бір тұстарын пайдаланады деген сияқты. Әрине, бұндай әдістер жиі кездеседі. Енді біз бұл арқылы не айтқым келіп тұр? Мен бір мәселені тағы да бір қайталап ескертер едім. Шын мәнінде біз егер Қазақстанның тұтастығы үшін күресіп жатқан бір топ болатын болсақ, біздің қарсыластарымыз керісінше Қазақстанның конституциялық құрылымын бұзуға әрекет жасап жатқандар, яғни экстремистер деген. Енді экстремистік бағыттың кез келген түпкі мақсаты ол конституциялық құрылымды бұзу болатын болса, оларды біз бағаламауымыз мүмкін емес. Яғни кей жағдайда біздің қоғам мүшелері оларға бір үстіртін қарап, олар бір намаз оқып, жаңағы жүрген жай мұсылмандар ғой, олардан қандай қауіп бар десін деген бір ұғым қалыптастырып жатқандар бар. Бірақ сырт келбетіне қарағанда кейбіреу солай көрсеткенмен, егер діни тұрғыдан алатын болсақ, ал шындап келгенде біздің тұтастығымыз үшін, біздің бүтіндігіміз үшін олар үлкен жұмыстар атқарып жатыр. Мысалы, мен енді діндар адамдарды бір жағынан бір кемісткен сияқты болып қалам, бірақ екінші жағынан алғап қарағанда діндарлардың да діндары бар, бір адамдар бар да, тіпті өзінің көңіл күйінің өзін араб тілінде білдіруге тырысады. Туыстық атауларының өзін араб тілінде білдіруге тырысады. Менің егер үшін жақсы көріп тұрған адамды ағам, бауырым дегеннен артық өзі қазақ үшін сөз жоқ еді, бірақ өкінішке орай жаңағы араб тілдерін қолданып жатқан адамдарды көргенде, олардан біз сұраймыз, неге сіз сөйттіңіз дегенде, мен осы арқылы Құдайдың кәләмін, Алланың кәләмін, Құранды сол жазылған тілде оқып түсінгім келеді дейді. Бір қарағанда көңіл көншітетін жауап сияқты. Ал енді төркіне барып үңіліп қарайтын болсақ, сіз білесіз, ұлтты жоғалту үшін оның тілін жоғалту. Ал тілін жоғалтқан кезде ол ұлттың қоғамның құрылымын бұзу өте оңайға соғады. Ендеше бұл олардың түпкі мақсаттары, діттеген мақсаттары Қазақстанның тұтастығын жоғалту болатын болса, тіл арқылы жоғалту осы жерде бір құралға айналып отыр. Көрдіңіз бе? Сондықтан да бұл да бір қарағанда қайырымдылық болып көрінгенмен, жақсылық болып көрінгенмен, оның астарында қоғамға, біздің қазақ қоғамына үлкен зияндарының бар екендігін біз сезіп және сезген адам соны жан-жағына жеткізіп отырса шіркін. Біздің хабарымызды мысалы енді әртүрлі адамдар көріп отыр ғой, оның үшін ата-аналар да бар мысалы. Не нәрсеге ең бірінші назар аудару керек? Мысалы бір өзінің баласында немесе жақынында қандай да бір өзгерістер болып жатса, яғни бір радикалды бір көзқарастарды, бір видеолар тыңдап жүрсе, немесе сондай адамдардың ортасына түсіп кетсе деген сияқты алғашқы белгілер қандай болуы мүмкін деген сияқты. Алғашқы белгілер әрине бірінші кезекте айтар едім, жаппай бізде қоғамда ден алып кеткен мәселе, біз балалардың тәрбиесіне сыртын қарайтын болдық. Ол заман талабы деп айтып қоямыз, өйткені шын күйбелең тіршілік, жұмыс бастылық, тек қана кешкісін, енді үлкен қалаларда тіпті кешкісін дегенде, мысалы 7-8-ден кейінгі уақыттарда ғана балалармен бір үстел басында отыруға мүмкіндік болады. Енді оған ешкімді кінәламаймыз, солай болып тұрған шығар. Бірақ дегенмен бүгін және өзіңіз айтқан технологиялар көп қой, видео қоңыраулар арқылы мәкен,
телефон арқылы тіпті басқа да бір жолдармен олардың қайда жүргендігін немен айналысып жатқанын бақылап отырған жөн. Неге өйткені Ресейдің қазіргі күні социолог ғалымдар айтады, Ресей жеріндегі қарттар үйінде отырған аталар мен әжелеріміздің 80%-дан жоғарысы кезінде балаларының тәрбиесіне үстіртін қарағандар екен. Көрдіңіз? Яғни бүгін ол бір қауіптенетін бірінші кезек. Екінші жағдайда, енді тәрбиеге көңіл бөле қалған жағдайда біз қандай өзгерістерді байқаймыз, егер ол бала радикалды бағытқа кетіп қалып жатса, немесе бейімділік танытып жатса. Яғни біріншіден ол бала туыстық қарым-қатынастардан суиды. Яғни атаға, анаға, әкеге, бауырға деген қарым-қатынасы суи бастайды. Бұл бірінші белгісі. Яғни оған да үстіртін қарау мүмкін. Жаңағы көп жағдайда біз үлкеніне кішіні тапсырып кететін әдетіміз бар қазақта. Соны бауырым деп қарамайды да, бір жануар бағып отырған сияқты қарауы мүмкін. Ол бірінші белгісі. Екінші белгісі жалпы отбасылық құндылықтар деген бар. Әртүрлі діни мерекелерді былай алып қарағанда, отбасының мүшелерінің туған күні, немесе жаңағы мерейтойы деген, үйлену тойы деген туысқандарымыздың сондай бір қазақ азаматтар үшін, отбасылар үшін, бір қазақ қоғамының азаматтар үшін бір сондай бір ерекше күндер бар. Соларға да олар ерекше үстіртін қарайды. Яғни олар өздерінің мүддесін отбасылық мүддеден жоғары қояды. Бұл екінші бір белгісі. Үшінші бір белгісі тұйықтық пайда бола бастайды. Яғни немесе тұйықтықпен қатар жүретін нәрсе ол бәрібір. Немесе бұл қазақша, орысша айтқанда пофигизм деген бар ғой. Оларға еш нәрсе қызықтырмайды, тек өзінің мүддесі ғана. Тіпті бұрын ата-аналарымыз жаңағы үйде жинап қой, немесе жаңағы басқа да бір тапсырма бергенде соларды мүдірмей орындауға тырысатын едік. Бұл жас балалардың бойында ондай нәрселер болмайды. Яғни маған бәрібір мен өзімдікіне жетсем болды деп. Сөйтіп, бұл ушыққан жағдайда, яғни ата мен баланың арасында, ана мен баланың арасында мәміле үзіледі. Яғни мәміле үзілу деген сөз, яғни баласының тәрбиесінен қол үзді дегенді білдіреді. Сондықтан да осыған жеткізбес бұрын әр ата-ана өзінің баласының немен айналысып, немен қызығып, нені оқып, кіммен дос болып жүргендігін білгені абзалырақ. Өйткені жау жоқ төмен жағасында дейді. Ал біз әрдайым білеміз, біздің жауларымыз да ақымақ емес, біз күтпеген тұстан олар өздерінің құйтырғы әрекеттерін жүзеге асырып жатады. Сондықтан енді біз қазіргі замандағы, қазіргі қоғамда өмір сүріп жатқан азаматтарда бір уақыттағыдай қазақ қоғамында 10 бала, 11 бала емес, әрі кетсе 5-6 баламен ғана шектеліп жатырмыз ғой. Енді орта есеппен алғанда 3-4 баламыздың тәрбиесіне бір уақыт, енді олардың бір 18-20-ға келген уақытына дейін тәрбиесіне ерекше көңіл білдіретін болсақ, болашақта қалған ғұмырында олардың өміріне жайбарақат сырттан қарап масаттануға болады деген сөз. Егер біз осы уақытта тәрбиеде бір пробел жасап алатын болсақ, ары қарай бізге ие болу өте қиын болады. Егер уақыт шыдаса, мен мынандай бір мысал келтірер едім. Айталық, Қазақстанның бір азаматы баласы мемлекеттік қызметкердің баласы бар делікші. Ол мемлекеттік қызметкер енді арнайы қызмет және мемлекеттік қызметтің заң талаптарына сәйкес ол Қазақстанның азаматы ретінде оған да Қазақстандағы діни бостандық заңы оған да қатысты, ол да діни бостандық заңын өзіне қолдана алады. Бірақ солай бола тұра, мемлекеттік қызметтік заңда олар көрсетілген. Яғни мемлекеттік қызметкер өзінің діндарлығын қызмет барысында көрсетуге құқысы жоқ. Он орысша айтқан, не имеет право проявлять свою религиозность в рабочем месте. Бірақ солай бола тұра, ол демалыс уақытында, еңбек демалысында, және балаларының жаңағы мектеп демалысы кезінде баласын алып, мысалы ауылға барып, қалада тұратын болса, мысалы Алматыда тұратын болса, өзінің туған жеріне барып, сол елді аралап, бейіттерге барып, мына жерде аталарың жерленген, мына жерде нағашыларың жерленген, мына жерде бөлелерің жерленген деп көрсетеді. Баласы әкесі сізге кім айтты десе, оны маған әкем айтқан дейді да, соңынан олардың бәріне Құран оқиды. Сөйтіп қалаға қайтып келеді. Қазір мысалы Рамазан жүріп жатыр мұсылмандар үшін, мысалы ауыз ашара береді, жаңағы тәртіп бойынша сол кісілердің аты аталып Құран оқылады. Одан кейін құрбан айты келеді, қой алып сойып, тағы да сол үрдіс бойынша жаңағы адамдардың аты аталады, Құран оқылады. Кейін бұл бала мектеп бітірді, айталық Бостон университетіне түстік, іші жоғарылайық. Сөйтіп сол университетте оқып жатқанда, енді ондай шетелдік университет өздеріңіз білесіздер, еуропалықтар бір бөлек, азиялықтар бір бөлек жатады. Мысалы басқа ұлттың өзбек, мүмкін басқа азиялық бір азаматтың баласымен бірге тұрды делік. Егер ол азиялық бала радикалды бағыттың өкілі болатын болса,
бір күні ана біздің жаңағы қызметкердің баласы менің аталарым түсіме көріп жүр, мешітке барып Құран оқытайықшы десе, егер радикал бала болса айтса, ол Құран тек қана тірілер ғана үшін оқылады, өлгендерге Құран оқылмайды дейтін болса, егер бағанағыдай тәрбие көрмесе, ана бала соның айтқаны рас екен деп кетеді. Сөйтіп ауылына келгенде әкесі қанша әрекет жасаса да түзетем деп, оған қиын болады. Егер жаңағыдай тәрбиені көріп өскен болатын болса, ол айтады, айналайын әр ойна дейді. Менің әкем үйреткен ислам осы. Оған оның әкесі үйретіп кеткен. Ендеше сен не менің әкемнен ақылдымын деп тұрсың ба деген уәж айта алады да. Өкінішке орай осындай уәж айта алатын адамдардың азаю себепті радикалды идеология біздің жастарымыздың арасында кең таралып кетті. Сондықтан да әр нәрсенің түбінде тәрбие жатқандығын мен тағы да бір қайталап айтқым келіп тұр. Және де жаңа айналып келіп сіздің осы хабардың басында айтқан мынау иммунитетті қалыптастыру дегенге саяды ғой. Дұрыс емес, иммунитет қалыптастыру ол бірінші негізгі мақсат. Ол Қазақстанның әрбір азаматының мақсаты. Енді мына мәселені айта кетсеңіз, жалпы осы діни жаңа жат ағымдардың жетегіне түсіп кететіндердің арасында 18 бен 30 жас аралығындағы адамдар көбірек деп айтылады. Бұл енді уақыт сол бір ақиқатты іздейтін, мынау жан-жағын танып, ненің ақ, ненің қара екенін білгісі келетін бір уақыт шығар бәлкім. Жалпы осындай ақиқатты іздеген кезде, бір діни сауатын ашқысы келген кезде, мысалы, адамдар неден бастаған дұрыс? Дұрыс емес. Бұл жерде мынандай нәрсе бар. Егер біз қазақ қоғамы деген кеше бүгін пайда болған, адамзат тарихында пайда болған жаңа бір қоғам болатын болса, онда өзіміз ізденуіміз керек дегенді айтар едім. Басқалар, мысалы, біз егемендік алған жыл есіңізде болса, біз өзіміздің конституциямызды қалыптастыру үшін батыстық біраз мемлекеттердің тәжірибесіне сүйендік, Ресейдің өзінің тәжірибесіне сүйендік, басқа бір шығыс елдердің тәжірибесіне сүйеніп, сөйтіп біз бүгін референдум жасалғалы отырған конституциямызды сөйтіп жазған едік, қазақ қоғамы. Өйткені оған дейін біздің тәуелсіз мемлекет ретінде өзіміздің конституциямыз болған жоқ қой, шындыққа келгенде. Оған дейін жарлықтары, хандардың жарлықтары, Тәуке ханның жарлықтары болды, бірақ ол конституция деп айта алмаймыз. Ол кісілердің жарлықтарында кейбір элементтері бар шығар конституцияда, бірақ дегенмен дербес конституция ретінде жасау үшін солай әрекеттедік. Ал бүгінгі күні енді біз дінге ден қою үшін немесе руханият дүниесінде қандай да бір ізденістерде қанағаттанатындай, көңіл қанағаттанатындай бір жауап алу үшін не істеуіміз керек деген сұрақты айтып тұрсыз ғой. Сол кезде бізге бір-ақ нәрсе көмек беріледі. Біз сырттан емес, ол жауапты өзіміздің ішімізден іздеу керек. Яғни мендей жаста, менің жасымыздағы Абай, менің жасымдағы Шәкәрім, менің жасымдағы басқа, мысалы, қазақтың бес арысы бар. Солар не істеген еді деген сұраққа жауап табатын болсақ, онда біз көңіл қанағаттандыратын жауап аламыз. Өкінішке орай біздің қазір жастарда сондай үрдіс қалыптасып кетті. Ол діни сұрақ болса, оны біз шығыстан, арабтардан немесе парсылардан іздейтін үрдіс қалыптасып кетті. Ал өзіңіз белгілі болса, өзіңізге белгілі болғандай, бір мемлекеттің рухани дүниесі екінші бір мемлекеттің рухани дүниесімен сәйкес келе бермейді. Бір қоғамның рухани дүниесі екінші қоғамға келе бермейді. Тіпті өзі біз қазақ қоғамының өзін 4 аймаққа бөлсек, батыс, шығыс деп, соның өзінде кейбір мәселелерде біз қайшылықтар көріп жатырмыз. Сол сияқты басқа дүниетанымда өмір сүрген адамдардың бізге өткен болашағы немесе рухани дүниесі бізге үлгі бола алмайды. Сондықтан мен айтар едім, бұл жерде біз тарихқа үңілуіміз керек, қазақтың әдебиетіне, өзіміздің қоғамның қалыптасқан әдет ғұрпына көңіл бөлетін болсақ, жауапты біз тек қана сол жерден тура жауапты басқа жерден табуға болады әрине. Дұрыс деген жауапты өзіміздің өткен шағымыздан ғана таба аламыз деген жауап береді. Бәрекелді. Болат мырза, енді тағы да уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Қадірлі көрермен, осымен біздің уақытымыз тәмам. Мынау алапат ақпарат майданында ақ пен қараны анықтай білейік. Амандық саулықта жүздескенше.